Атырауда дәрігерлер мен ата-аналар балалар өмірін сақтау жолында ашық жекпе-жекке шықты. Оған БЦЖ екпесі қойылмаған сәбилер санының күрт өсуі себеп болып отыр. Ақ халаттылардың айтуынша, жауапсыз ата-аналарды заң мен тәртіпке шақыру керек. Екпе жасалмаған балаларды балабақша мен мектептерге кіргізбеу қажет. Өйткені олар қоғамға қауіп төндіреді. Бірақ діни ағымның жетегінде жүрген ата-аналар оған келісер емес. Әлі 1 жасқа толмаған Балхадиша Жүрсінова 2 айдан бері комада жатыр. Халі ауыр дейді дәрігерлер. Сәбидің қашан көзін ашары белгісіз. Ал белгілісі қыздың діндар ата-анасы балаға бірде-бір екпе салдырмаған. Ал екпе жасалмаған кез келген нәресте туа салысымен туберкулездің ауыр формасына шалдығуы мүмкін екен. Тірі қалғанның өзінде кішкентай Балхадишаның мүгедек болып қалуы да ғажап емес. Ребенок, во-первых, не привит. Егілмеген бала мүлде қорғансыз қалады деген сөз. Ал жаңағы бала бойынша тексеріс жүргізілген кезде оның анасы мен атасы туберкулездің ашық түрімен ауырғаны анықталды. Енді БЦЖ екпесін алмаған бала да соған шалдықты. Облыстағы фтизиатр мен педиатрлар дабыл қағуда. Соңғы 10 жылда екпеден бас тартқан ата-аналар саны күрт өсіп кеткен. Ақ халаттылар аналарды кеңеспен де, ешбір сабақпен де иландыра алар емес. Былтырғы жылы 2013 жылда алатын болсақ, БЦЖ-дан отказ берген ананың саны 297. Вирусный гепатитке қарсы егілетін екпеден бас тартып отырған баланың саны 280. Көпшіліктің мінетін автокөліктерінде болуы мүмкін, автобустарда, базарларда жүруі мүмкін, оқу орындарында, жұмыс жасау жерлерде оларға ешқандай шек қойылмайды ғой. Ал осы прививка алмаған, егілмеген, өзін сақталмаған адамдар ертең сол ауруға душар болып қалуы мүмкін. Атыраулық дәрігерлер енді шарасыздықтан теологтардың көмегіне жүгінген. Олар жасаналарды тек уағызбен ғана арайынан қайтарамыз деп отыр. Сауд Арабиялық ғалымдар бар, Ибн Баз деген, мен сол кісінің жеке өзінің осы мәселеге қатысты фәтуасын оқыдым. Ол жерде ол кісі екпе егуге болатындығын, аурудың алдын алу үшін емделудің, ем-дом жасаудың шариғатқа ешқандай қайшы емес екендігін сол өзінің фәтуасында көрсеткен. Теологтардың айтуынша екпеге дәстүрлі емес діни ағымдар ғана тыйым салады. Ал мұнайлы өңір туберкулез дерті бойынша көш бастап тұр. Енді бұған теріс діни ағымда қосылып отыр. Ал соқыр сенімде контрацепция қолдануға да тыйым салынғандықтан нақ сол аналар жылда өмірге сәби әкелетін көрінеді. Ал екпе алмаған балалар саны жыл санап содан да артып барады. Көсірайып берген қызы, 7 арна, Атырау.